Сәлеметсіздер ме? Бүгін тәжірибе алаңында Арай шағын тоғын тәрбиесі өтеміз. Және әдемі бүгін біз жұмыртқамен тәжірибе жасайтын боламыз, жарай ма? Ең бірінші мына бізде тәжірибе жасау үшін бізге қандай заттар керек? Су, дұрыс, сосын үш жұмыртқа және жақсы. Енді әдемі мына 3 стақанды суға қараймыз. Ең бірінші стақандағы суға жұмыртқаны сала ғой. Әдемі саламыз. Әдемі. Енді қарашы, жұмыртқаға не болды? Үлкен болды. Сосын. Яғни енді қараймыз. Жұмыртқа судың түбіне түсіп кетті, Ал енді яғни мұнда жұмыртқаның тығыздығы суға қарағанда жоғары болып тұр. Сондықтан бізде жұмыртқа судың түбінде жатыр, солай ма? Иә. Жақсы. Екінші стақандағы суға 10 қасық тұз саламыз. Әдемі, енді мына стақандағы суды бұлғаймыз, тұзды суды жақсылап тұр. Бұлғай ғой екі қолмен. Бұлғай. Жақсы. Бұлғап болды, енді ала ғой. Жұмыртқамызды саламыз. Енді әдемі қара. Мұнда жұмыртқаға не болды? Жұмыртқа судың бетіне қалқып шықты, солай ма? Иә. Яғни мұнда тұзды судың тығыздығы жоғары болып тұр, солай ма? Сондықтан бізде жұмыртқа судың бетіне қалқып шықты, солай ма? Жақсы. Келесі стақанға 3 қасық тұзымызды сала қойып, әдемі. 3 қасық тұзымызды сала қой. Жақсылап. Енді әдемі жақсылап бұлғаймыз. Бұлғай ғой. Үшінші жұмыртқамызды саламыз. Әдемі сала. Жақсы. Бұнда не болды? Қандай өзгерісте болды? Жұмыртқа не болды? Бұнда жұмыртқа судың ортасында қалқып тұр, Иә. Яғни мұнда тұзы бен жұмыртқаның тығыздығы бірдей, тең келіп тұр, солай ма? Сондықтан жұмыртқа бізде ортасында, Саған жұмыртқамен тәжірибе жасаған ұнады ма бүгін? Иә. Жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыз осымен аяқталды. Бұнда ескертіп кететін жағдай, біз бұнда шикі жұмыртқаны қолдандық. Ата-аналар, сіздер де балаларыңызбен осындай зерттеу жұмыстарын жасай аласыздар үйде. Қош сау болыңыздар.